Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шығатын алма қосылған пирог әзірлейміз. Міне қараңыздаршы, қандай әп-әдемі болған. Дәмді әрі нәзік. Жасалу жолы да оп-оңай. Менімен бірге әзірлеңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды салып аламыз. Оған қантты сала отырып миксерлейсіздер. Қанты ерігенше, көпіргенше миксерлеп аламыз. Одан кейін оған сүтімізді және де ерітілген сары майымызды құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Содан кейін тағы да кішкене миксерлеп жібересіздер. Одан кейін ұнымызды саламыз. Мен оның ішіне разрыхлитель салып қойдым. Електен өткізіп, міне осылай салып аласыздар. Оны да миксерлейміз. Мен алманы ішіне осылай салып аламын. Ашып және кубиктап турап аламыз да өстіп ішіне салып жібереміз. Осылай. Ішіне қосатын алманың бәрін салып алдым. Алма бетіне әсемдеуге арналған. Енді формамызға құйып аламыз бағанағы массамызды. Неге бәрін салып алдық. Енді бағана туралған алманы бетіне әдемілеп қоямыз. Ол бір жағынан оформление, бір жағынан ерекше дәм беріп тұрады. Міне осылай салып аласыздар. 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Неге дайын болды. Бетін осылай сахарный пудрамен әсемдеп жіберсеңіздер болады. Өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.